Мектеп білімнің қайнар бұлағы, әсемдік пен ізгіліктің ордасы. Абай атындағы нөмірі 4-ші мектеп лицейі 1986 жылы ашылған. Бір айтқаны бір елге мұра болар, қайран біздің бабалар, ғұламалар дегендей, мектеп ұлтымыздың мақтаны, дана да, дара тұлға Абай есіммен аталады. 1989 жылдан бастап қазақ тілінде оқитын сыныптар ашылып, білім беру үрдісі екі тілде жүргізіліп келеді. 1995 жылы мектепке қалалық кеңестің шешімімен Абай аты берілген. Мектепке 1986-2012 жылдары Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген мұғалімі, Қазақстан Республикасының білім берусінің үздігі, Сәтбаев қаласының құрметті азаматы, Ыбырай Алтынсарин белгісінің иегері, ұлағатты ұстаз, іскер басшы Дәкәрімова Майя Дәкәрімқызы басшылық етті. 2012 жылдың қыркүйек айынан бастап мектеп директоры қызметін талантты, ізденімпаз басшы Жаппасова Гүлмира Алпысбайқызы атқарып келеді. Мектепте оқушылардың жан-жақты білім алуына, спортпен шұғылдануына, әсемдік пен әдемілікті түсініп, эстетикалық талғамның өсуіне толық мүмкіндік жасалған. Абай атындағы нөмір 4-ші мектеп лицей ұжымы 2000-2001 оқу жылынан бастап мәдени-этникалық білім беру кеңістігінде көп мәдениетті тұлғаны қалыптастыру проблемасымен эксперимент ретінде жұмыс істеді. Мектепте жан-жақты дамыған көп мәдениетті тұлғаны қалыптастыру моделі жасалып, мектеп лицейде оқитын әр ұлт өкілдерінің Қазақстан халқы мектептік ассамблеясы құрылып, көп мәдениетті тұлғаны қалыптастыруға бағытталды. 2000 жылы этнопедагогика, Абай тану кабинеттері жасақталды. Кабинетте Абай мұралары молынан жинақталған. Ақынның ата-тегі, туған жері, балалары мен оның ұрпақтары жайлы жабдықталған стендтердің мазмұндылығы ерекше. Абай Құнанбаевтың шығармалары, қара сөздер мен афоризмдер туралы материалдарда бай әрі жан-жақты. Кабинет ақынның шығармашылығына арналған кітаптармен толық қамтамасыз етілген. Сонымен қоса, рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Астана қаласының 20 жылдығы, Сәтбаев қаласының 45 жылдық мерейтойына арналып, қазақтың ұлы ақыны Абай атамызға арналып мұражай ашылды. 30 жылдық тарихы бар Абай мектебінде Абай мұражайының болуы заңдылық. Интеллектум сыныбы білім беру мен тәрбиелеуді қосымша ойын бағыты шешу жолдарын қарастыруға негізделген. Ой өрісті дамытуға арналған топтық ойындар балаларға ұйымдасып жұмыс істеуді үйретеді. Білім беру бағдарламалары оқу жаттығу негізінде жүзеге асырылады. Биылғы оқу жылында мектебімізде салтанатты түрде IT сыныбы ашылды. Бұл цифрлы Қазақстан бағдарламасы аясында жүзеге асып, Нұр Отан партиясы қолдау көрсетті. IT сынып заманауи компьютерлермен жоғарғы жылдамдықты ғаламтор, қажетті веб бағдарламалармен қамтылған. Оқушылар әртүрлі бағдарлама арқылы білім көкжиегін кеңейтеді. Түрлі компьютерлік ойындар сабаққа қажетті бағдарламалар құрастырады және болашақ инженерлері веб-дизайн, робототехника, модельдеу ісін меңгеріп шығады. Мектеп түлектері алыс жақын шетелдерде білім алып, бүгінгі күні республикамыздың әр жерінде қызметтер атқаруда. Қазақстан Республикасының композиторы, белгілі әнші, формат тобының мүшесі Қайрат Байекенов. Сонымен қатар, Қазақстандағы 100 жаңа есім жобасы аясында әр оқушының өзі оқитын мектебінің түлектерін зерттеп, мектеп мақтаныштарын анықтау, түлектер тақтасын дайындау, туған жерге тағзым, яғни тарихи саяхат жұмыстарын жүргізу болып табылады. Сонымен қатар, мектебіміздің түлегі Хабар арнасының продюсері, журналист Егенберді Ысқақ Дүйсенбайұлы. Мектеп лицейде фитодиетті жылыжай 2018 жылдың мамыр айында орнатылды. 24 метр шаршыны құрайтын жылыжай гидроподты өсімдіктерді өсіруге арналған. Жылыжай жұмысы 5-11 сыныптарда жаратылыстану пәндерінде сабақтар өткізуге, әлеуметтік пайдалы жұмыстар ұйымдастыруға,
сыныптан тыс эксперименттік ғылыми зерттеу жұмыстарын атқаруға бағытталған. Бұл жобаның негізгі мақсаты фитодиодты жарықтандыруды пайдалану арқылы көкөніс өнімдерін өсіріп, мектеп асханасында пайдалану.